Баршаларыңызға қайырлы күн. Меруерт асханасының тұрақты көрермендері, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге қияр қосылған личо салатын дайындайтын боламыз. Құрамы қолжетімді, көп заттарды қажет етпейді, көп уақытыңызды да алмайды. Өте тез жасалынатын салаттардың бірі. Егер сіз қандай салат жасағыңызды білмей отырған болсаңыз, міндетті түрде осы салатты жасауға кеңес етемін. Міндетті түрде менің рецептіммен жасап, кері байланыс жасауды ұмытпаңыздар. Құрамын барлығын описание бөліміне қалдырамын, сол жерден қараңыздар. Бізге керекті қызанағымызды жақсылап жуып алатын боламыз. Керек емес жерлерін алып тастаймыз. Осы кезде ет тартқышымызды дайындап, қызанағымыздың барлығын ет тартқыштан өткізіп алатын боламыз. Енді жаз мезгілінің соңғы айлары болғандықтан, енді қыз-келіншектердің барлығы осы банкі жабумен жанталасып отырған боларсыздар. Сондықтан міндетті түрде сіздің салаттарыңыздың ішінде осы личо салаты болуы тиісті деп ойлаймын. Енді тәбетіңізді ашатын керемет салаттардың бірі. Міне қызанағымыздың барлығын өткізіп алдық. Одан кейін 4-5 штуктай ащы бұршымызды пайдаланамыз. Енді сіздер қатты ащы болғанын қаласаңыз, енді 6-7 қоссаңыздар болады. Мен 4-5 пайдаландым. Одан кейін сарымсағымызды, чесногымызды жапырақ тәріздес етіп турап алатын боламыз. Қызанақты үлкен ыдысымызға құйып, газге қойып, осы кезде қайната береміз. Қызанағымыздың бір 25 минуттың ішінде қайнап шығады. Одан кейін жаңағы ащы бұршымызды, сарымсағымызды салатын боламыз. Жақсылап тұрып араластырып, одан кейін қиярымызға кірісетін боламыз. Менің каналымда түрлі салат рецептері өте көп. Сіздер де соны қарап жасаңыздар деп кеңес етемін. Егер жасаған болсаңыз, міндетті түрде кері байланыс жасап, пікір қалдырып кетуді ұмытпаңыз. Біздің қызанағымыз қайнаған, сарымсағымызды, ащы бұршымызды салдық, жақсылап тұрып бір араластырып алып, астын баяу отқа қойып, қайнататын боламыз. Енді осы кезде қызанағымызды жақсылап тұрып жуып алдық. Осындай дөңгелек тәріздес етіп, турап алатын боламыз. Қатты жуан етпеңіздер, орташа көлемде етіп турап аламыз, дәл видеодағыдай. Енді сіздер көп жасайтын болсаңыздар, енді еселеп қызанағын, көкөністердің барлығын көбейтіп қосасыздар. Осы рецептпен менде 6 банка шықты. Міне бір қайнаған қызанақтың үстіне қиярымызды салдық. Жақсылап тұрып араластырамыз. Мына қиярды салғаннан кейін, енді қызанағымыздың оты баяулап қалады. Енді астын жағып, жақсылап тұрып араластырып, тағы да бір 25 минуттай қайнататын боламыз. Осы кезде параллель енді банкымызды, қақпағымызды буландырып алатын боламыз. Аскөгімізді де турап аламыз. Енді сіздер кейінза қандай аскөктер бар, өзіңізге ұнайтын, соны қоссаңыздар болады. Мен укроп қостым. Дәміне қарай тұзын, қантын саламыз. Мен 3 қасық тұз салдым, 2 қасық қант салдым. Жақсылап тұрып араластырып алатын боламыз. Одан кейін орташа отта қайната береміз. 10 минут өткеннен кейін осындай 3 қасық
толтыра уксус құямыз. Міне укробымызды да салдық. Сұйық майымызды да құямыз. 150 миллиграммдай сұйық майымызды құямыз. Жақсылап тұрып, араластырып, бір 25 минуттың шамасында баяу отта қайнатып алатын боламыз. Менің рецептім сіздерге ұнайды деген ойдамын. Сіздерде жасап, жанұяңызды меруерт асханасымен бірге қуантып қойыңыз. Енді жазда жасаған банкілеріміздің, салаттарымыздың барлығын қыста рахатын көретін боламыз. Өте дәмді, тәбет ашарлықтай салат. Менің салатым дайын болды. Буланып тұрған банкілерге құйып, бетін жауып, айналасын сүртіп, дайындап қоятын боламыз. 1 сағат жарымның ішінде сіздің салатыңыз дайын болады. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.